Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай, әрі жылдам, таңғы асқа да келе беретін жеңіл пирожкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамы сондай қарапайым болса да, дәмі тіл үйретін ерекше тағам. Бұл жареный, яғни қуырылған пирожки сияқты емес, печеный пирожки деп аталады, яғни бәліш. Асқазанға сондай жеңіл, сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ыдысқа жылы суды құямыз, артынша жылы сүтті құямыз. Үстіне қант пен тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Енді ашытқыны да салып, жақсылап араластырамыз. Ең соңында сұйық майды құйып, дайындап қойған үй температурасындағы ұнға аз-аздан құя отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды өте көп қоспаңыздар, қамыр қатты болып иленіп қалуы мүмкін. Сондықтан да ұнды көрсетілген мөлшерден артық қосуға тырыспаңыздар. Ең соңында қамыр қолға жабыспай, жұп-жұмсақ күйге енетін болады. Ал енді бетін жауып, жылы жерге 30 минуттай көтерілгенін күтеміз. Оған дейін біз салмасын жасайтын боламыз. Салмасына сіз өзіңіз қалаған ингредиенттерді қолдана аласыз. Мен асқазанға жеңіл, таңғы асқа келетіндей етіп, әдейі етсіз жасап жатырмын. Картопты осылай езіліп кетпейтіндей етіп, төрт бұрышты етіп тураймыз. Ал орам жапырақты барынша жіңішке, ұзындау етіп турап аламыз. Себебі пирожкидің ішінде өте әдемі көрініп тұрады. Содан соң пиязды мантыныкіндей ұсақ етіп турап аламыз. Ал сәбізді үккіштен өткіземіз. Себебі сәбіз турап салған жағдайда толықтай піспей қалуы мүмкін. Мінекей бізде барлығы дайын. Ал енді қызып тұрған майға алдымен сәбіз бен пиязды жақсылап қуырып аламыз. Асықпай жақсылап қуырамыз. Және дәл осы сәтте кішкене шай қасықпен тұз салып қоямыз. Сол кезде тұздың дәмі барлық ингредиенттерге жақсы сіңетін болады. Орам жапырақты да жақсылап қуырып алған соң, картопты салып, толықтай қуырамыз. Бәрін қуырып алған соң, салқындау жерде суытып қоямыз. Міне, 30 минутта қамыр да көтеріліп қалды. Ұнды аз-аздан пайдаланып қамырды жаямыз. Өте қатты қалың да емес, өте қатты жұқа да емес, орташа 0,5 мм қалыңдықта жайып аламыз. Қамырды шаршыларға бөліп шығамыз. Кейбіреулер дөңгелек пішінді стаканмен, немесе тағы да басқа дөңгелек пішінді ыдыстармен кесіп шығады, бірақ осылай төрт бұрышты етіп кесетін болсаңыз, сізде артық қамыр қалмайды, уақытыңызды да үнемдейсіз. Ал мынадай шетінде жарамайтын артық бөліктерді қосып алып, қайтадан бөліктерге жайып жасай бересіз. Ал енді суып тұрған салманы кеспелерге теңдей бөліп салып шығамыз. Осылай бір-бірімен біріктіріп түйеміз. Жақсылап жабыстыру қажет, себебі піскен кезде қамыры іседі де ашылып кетуі мүмкін. Бетін бір ғана жұмыртқаны шағып жақсылап араластырып, пирожкидің, яғни бәліштің бетіне жағып шығамыз. Бұл пирожкидің түсінің түрінің әдемі болып жылтырап шығуына жақсы көмектеседі. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Мен
Мінекей пирожкиіміз дайын. Өзі сондай дәмді, сондай жұмсақ, иісі де керемет, ерекше тағам. Сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған сымбатты асхана.